Семей полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен адамдар үшін төлем бір реттік болып табылады және бүгінгі күнге дейін төлем алған адамдарға берілмейді. Төлем алуға өтінім беру үшін егов.kz порталына кіріңіз. Басты бетте орналасқан әлеуметтік қамтамасыз ету бөліміндегі отбасыларға көмек бөлімін ашып, керек қызметті таңдаңыз. Онлайн сұрау батырмасын басып, порталда авторизациядан өтіңіз. Егер комиссияның шешімі бойынша мәліметтер болмаса, куәліктің көшірмесін алуға және бір жылғы төлемді тағайындауға өтінім беру мүмкіндігі бар. Ол үшін бірінші қадамда екінші және үшінші қызмет түрін таңдау керек. Егер сізде куәлік болмаса, куәлік алуға және бір жылғы төлемді тағайындауға өтінім беруге болады. Ол үшін бірінші қадамда бірінші және үшінші қызмет түрін таңдау керек. Бұдан әрі комиссия шешімі туралы мәліметтер алу үшін тексеру батырмасын басыңыз. Егер сіз бұрын төлем алған болсаңыз, бұл өтініш берушінің төлемі бар хабарламасы пайда болады. Егер бұрын сіз төлем алмаған болсаңыз, жұмыс істеу немесе қызмет өткеру уақыты туралы барлық мәліметтерді толтыру керек. Құжаттардың сканерленген көшірмесін жүктеу керек. Төлем алғыңыз келетін банк шотының деректерін енгізіңіз. Электронды цифрлы қолтаңба немесе екі факторлы аутентификация көмегімен өтінімге қол қойыңыз. Қызметтің нәтижесі 20 жұмыс күні ішінде қалыптасатын хабарлама болып табылады. Хабарлама жеке кабинетте сақталады.